Тұрдақын Жексенбай, бүркіттің балапаны. Қанат қатайту. Балапан ұядан ұшқаннан кейінде бірнеше күн бойы сол маңнан ұзаған жоқ. Бірақ қыран баласы болған соң жаны ұшу тілеп, зеңгір көкке көз тігіп, ата-енесіндей алыс ұшуға, биік ұшуға асығатын еді. Алғашында ол отырған орында қанатын гу-гу қағып, талпынып, секіріп түсіп, кейде далбандай жүгіріп қойып жүрсе, біраз уақыттан кейін ептеп жақын жерлерге ұшып қонып, ұя маңынан алыстай бастады. Екі бүркіт те балапаны күзете жүріп, жем беріп, асырай жүріп, оны өмірге баулып, тезірек қатарға қосқысы келетін. Ата қыран бүгін де солай істеді. Ал таңертеңгі шабыттау кезінде едәуір биікте сыза ұшып, аң кезектігін дәмелі жерлерін сүзіп келе жатқан. Бірақ шоққының үстінде таман келгенде тас арасынан сұрғылт бірдеңенің қыбыр еткені көзге шалды. Осы оқиғаның жалғасын білгілерің келсе, бүркіттің балапаны кітабын оқыңыздар.